Сәлем достар, бүгін біз орама дайындаймыз. Кішкене ұн алдым, суға тұз салып алдым. Енді нанымызды илейміз. Нанымыз қатты болмау керек, кішкене жұмсақтау болған дұрыс. Жақсылап қамырымызды илеп алып, иін қандырып, кішкене басып аламыз үстелдің үстіне. Бір 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Бетін жауып, одан кейін кішкене 200-300 граммдай фарш алдым, бір капуста турап алдым біраз. Қалауыңыз бойынша турамасаңыз да болады, қоспасаңыз. Асқабақ қостым, 1-2 пияз қостым. 1-2 чеснокты теркадан өткізіп, бәрін араластырып, кішкене тұз, татуы бойынша кішкене бұрыш, әркім қалауы бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыз да болады. Начинкасын жақсылап араластырып қоямыз. Бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Тұзы бұрышы сіңіп тұрады. Енді нанымызды кішкене басып, иін қандырып, 2-ге бөліп, жұқалап, жайып аламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымда көптеген тамақтың рецептері бар, салаттардың рецептері бар, пирогтардың рецептері бар. Бетіне сұйықмай жағып, қамырдың үстіне салмасын салып, салмасын салғаннан кейін рулет қып ораймыз. Мантар барқан табақтарын бәрін майлап аламыз сұйық маймен. Жаңағы дайын болған қамырымызды табақтарға салып 40 минут қайнатамыз буға. Енді соусын дайындап аламыз. Тәтті бұрышты соломкамен турап, помидор қосып жіберсеңіздер болады. Сұйық май қосып, бір кішкентай кастрюльге тұз салып қайнатамыз бір 10-15 минут. Қызыл бұрыш, қара бұрыш сасаңыздар өз қалауыңыз бойынша. Міне орамамыз да дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Осылай дайындап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Әр видеомда менімен бірге болып, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бәріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.